Осы видеода мен өзіме сатып алған ДНК тест туралы айтамын. Мен 23andMe атты компанияны таңдадым. Тест $130 тұрған. Маған осындай посылка келді. Ішінде инструкциясы мен түтікшесі болған. Осы түтікшенің ішіне белгілі бір мөлшерде түкіру керек болған. Түтікшені осы қорапқа салып, қорапты пошта арқылы Солтүстік Каролина штатына жіберу керек болған. ДНК тесті сатып алғаннан 1 ай және 3 күн өткеннен кейін наконец-то тест нәтижелері шыққан. Қазіргі сәтке мен өзім үшін 100% қазақпын. Бірақ бір минуттан кейін мен нәтижелерімді көргеннен кейін барлығы өзгереді. Мен ойымша менде шамамен 50% қазақ, кішкене моңғол, кішкене қытай, мүмкін орыс, білмеймін, кішкене Орта Азия и 0,1% белорус. Ал енді қарайық. Oh, sugar. Central Asian, 43%. Okay. What means broadly Central Asian? Northern Asian, 41. Manchurian, Mongolian, Siberian, okay. European, Russia, as I said, 4.7. Скандинавия. 0,3. Broadly Northwestern European, 0,1. Broadly Can you check the scientific details? Scientific, details. Let's go. Nah, this is not about me. I want to check again. Okay, Central Asian. And 80 more regions. Let's go. So. Алматы, Шығыс, Қостанай, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Ақмола, Павлодар, Ақтөбе, Өзбекстан, what do you mean? Қырғызстан, Афганистан. Nice. Oh my god. Wait, I can't You are understand. 36% Mongolian. What the fuck? 36? Yeah. Broadly, Central and South Asia are represented here by diverse populations from India and Sri Lanka in А the второе south. это что, кто ты? Второе. North Типа, Eastern это что? Probably Northern Asian, в смысле? Да. Или как? Вот, Northern Asian. Что это такое? Answer reflects a history of rapid, widespread human migrations across the vast Направляться Central не Asia, хочется. along the plateaus. Так расскажи мне, кто ты? Я не совсем понял. На Ты- большую ты- часть. Да я сам не понял. Мен ДНК тест нәтижелерін ең бірінші рет көргенде түсінген жоқпын, өйткені көп ақпарат болған. Бірақ енді түсіндім. Егер талдасақ, 44,2% Орта Азия, 43,8% Шығыс Азия, 7,1% Еуропалық және 4,9% белгісіз. 4,9% белгісіз. Мен жарайды дей салып, сол туралы ұмытып қалдым. Келесі күндері компания маған сообщение жіберген. Сәлем, Тамерлан. Сенің басқа клиенттердің 98%-мен салыстырғанда неандертальдықтың ДНК-н көбірек бар екен. Мен түсінгендей, осы 4,9%-ның ішінде шамамен 2% неандертальдық ДНК бар. Осы тестке сәйкес мен бағыттау сезімім жаманырақ, менің денемнің алма пішінінде болудың ықтималдығы, алмұрт пішінінде болудың ықтималдығынан жоғарырақ, және мен тұзды тамақтан гөрі тәтті тамақты көбірек ұнатуым керекпін. Онымен қатар тест мен бет әлпем, дәмім және тағы басқа бір ақылға қонбайтын нәрселерді көрсеткен. Мен компанияның Ататек атты қызметін ғана сатып алдым, бірақ егер мен онымен қатар денсаулық атты қызметі үшін көбірек ақша төлесем, тест маған ең маңызды затты көрсетер еді. Менің генетикалық түрде қандай ауруларға бейім екенін көрсете алар еді. Онымен қатар тестке сәйкес
Түр тарихи тұлғалар мен туыстарым болып табылады. Біріншісі 9 ғасырда өмір сүрген жоғары дәрежелі викинг әйелі, екіншісі Бетховен, үшіншісі Алтын Ордада өмір сүрген буддист жауынгері. Жарайды, кешіріңдер, бұл пранк болды. Шынымды айтсам, мен өзімнің танымал туыстарымды тек қана ақша төлеп білер едім. Келесі видеода мен кішкентай сарқырамаға барғаным туралы айтамын.